Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар. Балалар, бүгін мен сіздерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін сабағымызды бастамас бұрын қазақтың ұлттық ою-өрнегі мен жаттығу жасайық. Назарымызды экранға аударайық балалар. Бүгін біз қазақтың ұлттық мұрасы ою-өрнек әлемімен танысамыз. Ою-өрнек асыл қазына деп айтпа. Себебі әр өрнектің өз тарихы, өз сыры бар. Қазақ оюлары тек әдемілік үшін ғана салынбайды. Оның әр сызығы, әр иірімі халықтың өмірін, табиғатқа деген көзқарасын, ой-арманы мен тілегін білдіреді. Қазақ ою-өрнегі халқымыздың мәдениетінің көрінісі. Мысалы, қошқар мүйіз молшылық пен берекенің белгісі. Түйе табан төзімділікті білдіреді. Жұлдызша күн сәулесі жарық, жақсылық символы. Гүл өрнектері сұлулық пен нәзіктіктің белгісі. Бүгінгі шеберлік сабағында біз ойындың тек суретін емес, оның мән мағынасын түсініп, қолөнер арқылы ұлттық құндылықтарды құрметтеуді үйренеміз. Жақсы балалар. Біздер ары сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін сіздермен біз қазақтың ұлттық ою-өрнегі асыл қазынам тақырыбында шеберлік сабағымызды бастаймыз. Ол үшін біздер балалар сабақты бастамас бұрын қолымызға ақ парағымызды аламыз. Осы ақ парақтан біздер ақ парақты пайдаланып отырып, біздер балалар қошқар мүйіз оюын жасап шығарып, текеметті безендіреміз. Қанеке балалар, жұмысымызға сәттілік бастайық.
Сонымен жастыңдар өздерің. Қайнекей, ұстап бәрін жасырайық. Әдемі. Не шықты, балалар? Текемет шықты. Текеметті қандай ою-өрнекпен безендірдік? Қошқар мүйіз ойын пайдалана отырып біздер текеметті әдемілеп, бейнелеп шығардық. Жақсы балалар, рахмет, орныңызға отырайық. Балалар, сіздерге қазір экранда сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап берейік. Неге қазақ халқы ою-өрнекті көп пайдаланған? Кім жауап береді? Әділ жауап береді ғой. Өйткені ою-өрнек қазақ халықтың мәдениеті, рухани мұрасы, әр ою-өрнектің өзіндік маңызы бар. Жақсы, рахмет, көп. Келесі сұраққа, ою-өрнекті қайда қолданылады? Сымбат жауап береміз. Күйестерге, ағаш қасыққа, көрпелерге, ыдыстарға, Үй жиһаздарына. шкафтарға, кремдерге. Жақсы, рахмет. Келесі сұраққа бізге Гүлайна жауап бере ғой. Қошқар мүйіз оюы нені білдіреді? Молшылықты, берекені, күш-қуатты білдіреді. Қазақ оюының ең көп қолданылатын түрі. Жақсы, өте жақсы жауап бердіңіздер балалар. Бүгін сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Сабақ ұнады ма балалар сіздерге? Ұнаса, онда біздер балалар өзіміздің көңіл күйімізді бағдаршам арқылы білдірейік. Егер де сабақ сіздерге ұнаса, түсінікті болса, сары берілсін, а егер түсініксіз болса, онда қызыл берілсін. Басамыз, қайнекей келіңіздер тақтаға. Кел, сымбат. Жақсы, Гүлайнаға сабақ ұнаған екен. Сымбатқа да сабақ ұнаған, түсінікті болған. Әділге де сабақ түсінікті. Сабақ түсінікті болды ма Әділ? Жақсы, рахмет. Бүгін сіздер сабақта керемет, текеметті қошқар мүйіз оюымен безендіріп шығардыңыздар. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет балалар.